Біз туыстарымызбен бірге қайтыс болған нағашы әпкемнің жүзін соңғы рет көру үшін мазаратқа бардық. Мәйіт қабірге түсірілген соң адамдар қатар-қатар тақтайларды қойып жатты. Әрбір тақтайды орнатып жатқан сайын менің ішкі дүнием біртіндеп босай берді. Ол енді бізден бөлек, тек өз істерімен ғана қалғандай көрінді. Топырақ тасталып жатқанда бұл өмірдің қаншалықты өткінші екенін терең сезіндім. Табыт толықтай топырақпен жабылғанда, сол әйелдің өмір сүріп сүрмегені белгісіз болып қалғандай болды. Біраз уақыттан кейін біз кеттік. Сол кезде мен өзімді өмірге және осы әлемге деген сүйіспеншілігімнің бір бөлігін жоғалтқандай сезіндім. Үйге оралған соң мен біраз уақыт үнсіз отырдым. Бірақ таңертең біртүрлі ой мені ерте оятты. Нағашы әпкемнің үйінде бұрын ешкім байқамаған бөлме бар екенін есіме алдым. Сол бөлме әрқашан жабық болатын. Мен сол есікті қатты сақтықпен аштым. Бөлме шағын, шаң басқан. Дереу назарымды үстелдегі шағын сандыққа аудардым. Қарасам, ішінен ескі фотоальбомдар мен тек бір парақ қана бар. Парақта бір сурет бар еді. Кішкентай қыз бала мен жас жігіттің қол ұстасып тұрған бейнесі. Бірақ олар ешқашан біздің әулетке таныс емес еді. Мен аң-таң болып тұрғанымда бөлменің екінші бұрышына көзім түсті. Жартылай жасырынған ескі көрпеге қарасам, кішкентай қорап тұр екен. Қорапты ашқанымда ішінен кішкентай сақина мен бір ғана жазу шықты. Сол кездегі уәдеге сенген адам үшін мен әрқашан күтемін. Мен біраз уақыт оны ұстап тұрдым. Жүрегім ерекше сезімге толды. Сол сәтте түсінген сияқтымын. Нағашы әпкем өмір бойы бір құпия махаббатты жүрегінде сақтап келген. Ал бұл қорап сол махаббаттың белгісі еді. Нағашы әпкемнің өмірінде біз білмеген, бірақ бүкіл ауылға байланысты құпия махаббат тарихы бар еді. Біздің білгеніміз, бұл махаббат ешқашан өшпеген, тек жасырын қалған. Нағашы әпкем мен сол жігіт арасындағы махаббат бүкіл ауылға белгілі болған, бірақ тағдыр оларды бөліп тастаған. Сол күні мен бірінші рет нағашы әпкемнің өмірін толық түсіндім. Сол қорапты ұстаған кезде мен бұрын ешқашан естімеген бір тарих басталды. Мен ескі суреттер мен заттарды қарап отырып, нағашы әпкемнің жас кезінде қандай өмір сүргенін елестеттім. Жас кезінде ол әдемі, күлкісі күн сәулесі сияқты ашық қыз болған екен. Сол ауылда бір жас жігіт бар, Сейіт. Ол кедей отбасыдан шыққан, бірақ батыл, өзіне сенімді бала. Айгүл, біздің нағашы әпкем, сол жігітті алғаш көргенде ғашық болып қалған екен. Алғашқы кездесулері жай ғана кездейсоқ болыпты. Суға толған өзен жағасында қыздар мен жігіттер шабындыққа шыққан күні. Сол сәттен бастап олар бір-біріне сырлас, дос болып келіпті. Бірақ бәрі сонша қарапайым болмады. Ауылда билік пен байлар әрқашан әлеуметтік шектеулер қоятын. Айгүлдің отбасы Сейітті білмейді. Әрі кедейлер мен қыздары сөйлеспесін деп қатал шектеулер қойыпты. Сол қатыгездік сол махаббатты қиындатты. Сейіттің қолынан ештеңе келмеді. Олар жасырын кездесіп бір-біріне уәде берген. Бірақ күндердің бірінде ауылға бір байдың ұлы келіп, Айгүлге ұсыныс жасады. Әрине отбасы оны құп көрді. Сол кезде Сейіт қатты ашуланып, жасырын кездесулерде дау шығара бастаған. Бірде түнде екі жас жасырын кездесуге кеткенде, ауылдың бір қапалаушысы оларды көріп, отбасына хабар берген. Сол түннен бастап Айгүлді қадағалап, сыртқа шығуға тыйым салынған. Махаббаттары құмарлыққа, кейде қорқынышқа ұласқан. Сейіттің ашуы мен қаталдығы, Айгүлдің қорқынышы мен төзімі бәрі сол жас кезінде олардың жүректерін жаралап, әр қадамды сынаққа айналдырған. Бір түні Сейіттің үйіне шабуыл жасалғаны туралы айтылды. Сейітті соққыға жығып, ауылдан қуып жіберген. Ол сол уақытта Айгүлге келешекте қайта табысамыз деп сөз берген екен. Бірақ тағдыр қатал болды. Сейіт қалаға кетіп, жол апатына ұшырады. Айгүл барлық үмітін жоғалтты.
қорқыныш пен қайғы оны өмір бойы жалғыз қалдырды. Әр кездесуге арналған орын, әр жасырын хат, әр қорап оның жүрегіндегі ашық жара, естеліктер мен махаббаттың белгісі болып қалды. Бірақ ауылдағы адамдардың қаталдығы сол махаббатты ешқашан қоғам алдында ашық сездірмеді. Олар үшін махаббат бұл ойын емес, әлеуметтік ереже мен билік мәселесі. Сондықтан Айгүл өз сезімін жасырды. Жасырған сайын оның жүрегінде қатыгездікке ұласқан өкініш пен реніш жиналды. Сол қораптағы заттар тек естелік емес, соққы, қорқыныш, махаббат пен үміттің қоспасы еді. Сол заттарды ұстаған кезде мен түсіндім. Нағашы әпкемнің өмірі тек драмадан ғана тұрмайтын, қатыгездік пен шынайы сезімдердің бір тұтас тарихы. Сол сәттен бастап мен үшін бұл төбе, бұл қабірлер, бұл ескі қорап жай қабір мен зат емес, адам жүрегінің қаншалықты нәзік әрі қатал бола алатынын көрсететін көрініс болды. Бұл өмірдің шынайы беті. Олар бірге болуды армандады, бірақ тағдыр мен адамдардың қаталдығы олардың бақытын бұзды. Суреттен көріп тұрғаның махаббат емес, қорқыныш. Жол бойында мен ойландым. Кейде адам өмір бойы дұрыс шешім қабылдағандай көрінсе де, тағдыр оған қатыгез ойын дайындап қойған болады. Махаббат өмірдің ең нәзік сезімі, бірақ ол әрдайым адамға мейірмен емес, шынайы сынақпен беріледі. Сол күні мен үйге қайттым, бірақ жүрегімде бір сұрақ қалды. Соңғы топырақ түскенде олардың махаббаты шынымен өшті ме, әлде тек жасырын қалды ма? Мен білмеймін. Бірақ бұл оқиға мені өмірді бұрындағыдан да қатты сезінуге, адамдардың ішкі әлемін құрметтеуге үйретті.